Так, нұсқат алдық дедік бүгін. Келесі апта бұйырса оптиканы өтеміз. ұбт тапсырады. Кім қашан тапсырады ұбт? Тапсыратын уақыттар қай кездер? Менде 20-шы наурыз. 20-шы наурыз. Менде 20-шы наурыз. 20-сы. 20-сы, 19-ы. Окей, хорошо. Как раз онда үлгереміз, иә. Нұсқа талдап бастайық. Бірге талдайық. Мынау тест центрдің нұсқасы. Тест центрде шыққан. Может, көрген де шығарсыздар уже. Кеттік бастайық. Бірден бастайық. Бірінші сұрақ. График берілген. Дененің 8 секунд мезетіндегі жылдамдығы қандай болады дейді. Графигіміз қандай біздің? Бір қалыпты. Бір қалыпты болса демек не болады? Жылдамдық тұрақты болады. Жылдамдық Үш болады тұрақты. жауап. Получается, жауап А болады, иә, 3 метр секунд. Екінші сұрақ. Суретте бізде ең тірек берілген тепе теңдікте орналасқан дейді. Ұзындығы 1 метр болса, әр жүктің массасы 100 грамм дейді. Мына жақ бізде 300 грамм, иә. Мына жақ менде 200 грамм. Кіші иіннің ұзындығын тап дейді. Иіндіктің негізгі формуласын саламыз, иә. F1L1. Сразу біз массамен ала берейік. 300 көбейтілген X десек, кіші иін осы жағында болады, иә. 200 1 минус X дейміз, иә. Сол кезде не шығады? 300X тең 200 азайтылған 200X 500X тең болады 200. X'іміз шығады бізде 2-ден 5 немесе 0,4-те 40 сантиметр. Да деген жауап болады. Үшінші, судың бір молекуласының массасы дейді. Формуласы қалай болады, Амина? Масса бөлінген молярлық масса тең n бөлінген n. Осы жерден бізде бір молекуланың массасын тап дейді, иә. Мына n-ның орнына біз нені қоямыз? 1-ді қоямыз, иә. Сөйтіп массаны табуымыз керек. Немесе сразу бір молекуланың массасы дегенде бізде осындай формула бар, иә. Мольдік массаны Авогадро санына бөлеміз. Бір молекуланың массасын табу үшін. И получается 18-ді бөлем мен 6-ға 3 деген жауап шығады. Мына жерде грамм бар, 10-ның минус 3 дәрежесі, 10-ның 23 минус 23, то есть 3 көбейту 10-ның минус 26 дәрежесі деген формула болады, иә. Жауап болады сондай. Төртінші есеп. Зат мөлшері берілген, азоттың температурасы бар, ішкі энергияның өзгерісі дейді. Формула қалай болады, аяулым? 3 бөлінген 2 нөл дельтаты. 3 бөлінген 2 дейміз ба? Азот бізде неше атомды еді, мен ұмытып қалдым. Ал газдардың барлығы бізде 2 атомды болады. То есть 5 бөлу 2 дейміз, иә, N2. Сонда қай кезде бір атомды O2, болады? H2. Ну, бір атомды болу, мысалы гелий бір атомды, там, феррум бір атомды болады деген сияқты. Алюминий, металдар бір атомды в основном. Ал газдар в основном 2 атомды болады бір молекулада. Ну, негізінде мына жерде азот айтылған кезде негізінде азоттың несін беріп кету керек мына жерге ше. М там N2 деп. Потому что Ағай, біз мысалы біз нұсқа тапсырып жатқан кезде вдруг бізге бермей қалса, біз мысалы білмесек, біз оны апелляцияға бере аламыз ба? иә. Негізі апелляцияға бергенде андай болуы мүмкін ше. Ненің кестесінен қараған кезде мысалы ерігіштік кесте бар ғой, ерігіштік кесте, Менделеев кестесі деген сияқты химиктарда. Ол кестеде негізі бар ма екен? Бұның қанша атомды екендігі айтыла ма екен? Егер ол кестеде ондай мәлімет бар болса, олар апелляцияны қабылдамауы мүмкін. Егер ол кестеде жоқ болса, онда апелляцияға беруге болады, проблема емес. Так, есептейміз, 5 бөлінген 2, көбейтеміз 8, 8,131 көбейтеміз 100-ге. Мынаны қысқартсақ 4-тен береміз, 20 болады. 20-ны 8-ге көбейтсем, жауап С болады ғой, 16 деген жауап шығады. 16.620 деген. Так, келесі 5-ші есеп. 3 Е оң зарядты тамшы жарық әсерінен 2 электронын жоғалтты, тамшының заряды қандай болады дейді. Құланың не болады? 2 электрон жоғалтатын болса?
Мгм. Электрон жоғалса ол плюс бола ма? Мгм. Плюс болады, иә. Бастапқыда плюс 3Е деген заряды болды. 2 электрон жоғалтса, ол тағы да не болады? Плюс 2Е деген не қосылады оған, иә. Заряд қосылады. Сонда получается, бұның тамшының заряды бізде плюс 5Е. Зарядын табу үшін осы 5-ті мен электронның зарядына көбейтем. 5-ті 1-6-ға көбейтсем, менде плюс 8 деген жауап болады, иә. Заряд. Так, келесі 6-шы есеп. Магнит индукция векторы біртекті магнит өрісі күш сызықтары бойымен орналастырылған дейді. Мына жерге мән береміз, иә. Бойымен орналастырылған. Ұзындығы 15 сантиметр өткізгіш сым бойымен 2 ампер ток өтеді. Магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш қанша болады, Еркежан? 0 болады. 0 болады, иә. Себебі бағыттас болып келеді. Бізде магнетизмде осы не болған. Бағыттас болып келген кезде синус 0 градус 0-ге тең болады. 7-ші сұрақ. Сфералық айнаның 2 еселенген фокус аралығының сфераның қисықтық радиусына қатынасы дейді. Бізде айна бар. Ойыс дөңесі маңызды емес. Ойыс айна ретінде салайық. Осы ойыс айнаның 2 еселенген фокус аралығы бар. Мына жағы F болса, мына жағы 2F дейді. И осы 2F-тің осының сфераны біз былай қарата сызатын болсақ, сфера шығаратын болсақ, соның радиусына қатынасы нені береді дейді. Идея бар ма? Біреуде? Бұл тақырыпқа қатысты. Идея жоқ сияқты, иә. Идея жоқ болса, мен айтайын онда. Бұл радиус бізде 2F, екеуі бір нәрсе. То есть фокус аралығы деген нәрсе қайдан шықты деген сұрақ туындаған кезде ол осыдан шығады. То есть біз осы нені мысалға айнаны біз шеңбер ретінде сызатын болсақ, сфералық айнаны, соның фокус аралығы деген радиусының жартысы дегенді білдіреді негізінде. И поэтому бұл екеуінің қатынасы бізде болады 1. То есть 2 еселенген фокус ол бізде радиус. 8-ші сұрақ. Сығылмайтын сұйықтың үзіліссіздік теңдеуі дейді. Амина, үзіліссіздік теңдеуі қандай бізде? Формуласы? А жауы болады ағай. А бола ма? Үзіліссіздік теңдеуі дейді. Әзілсіздік это Д Да. болады, иә? Мгм. Д болады, иә. Үзіліссіздік теңдеуі бізде шығын өзгермейді деген нәрсе. То есть мысалға бір судың мынандай бір бөлікті есептейтін болсақ, осы жерден су өтіп жатса, мынау кіші ауданы, мынау үлкен ауданы. Жалпы қанша поток су кіретін болса, кішкентай жағынан, дәл сонша уақыттың ішінде шығатын судың потогы да дәл сондай болады деген бізде не бар? Қағида бар. То есть бізде мына шығын деген көлемнің уақытқа қатынасы. То есть какой-то бір секунд ішінде белгілі бір уақыт мөлшерінде қанша су өтетін болса, бірінші бөліктен, екінші бөліктен де, қалған бөліктен де дәл сонша су өтеді дейді. И ол бізде В бөлу Т деген бізде осыны береді. То есть ол не ол жалпы? Көлем дегеніміз ауданды уақытқа неге көбейтеміз ғой? Жүріп өткен жолына. Жүріп өткен жолы бізде H-тың жүріп өткен жолы, оны біз V көбейту Т дейміз. И V мына жағынан бөлу Т болып барады. И S көбейту V деген бізде константа болады. Ары қарата жалғастырайық. 9-шы сұрақ. Цинк элементінің жартылай ядро периоды 2-де 4 минут. Бастапқы массасы 100 грамм болса, 7-де 2 минуттан кейін ыдырамай қалған массасы қандай болады дейді. Аяулым, формуласы қалай? Масса тең болады, масса нөлевой, көбейтілген 2, оның минус Т бөлінген период ережесі. Минус Т бөлінген Т. Орнына қоямыз, уақыт 7-де 2 минут дейді. Оны 2-де 4-ке бөлеміз. 3 болады, иә? То есть минус 3. 2-ның минус 3 дәрежесі? 8-ден 1. 8-ден 1. 100-ді 8-ге бөлеміз. 12,9. 12,5 деген жауап шығады. Келесі 10-шы сұрақ. Электролиз процесі бар. Тоқ күші берілген, массасы бар, бөлінетін уақыт. Формуласы қалай болады, қылан? Фарадей заңы бойынша. Аудиосы дұрыс істемейтін сияқты. Фарадей заңы бойынша бізде КQ, формуламыз. Немесе К айты.
Уақытты табамыз. Уақытты табу үшін массаны k айға бөліп тастаймыз. 3/74, 10-ның минус 3 дәрежесі. К деген 33, 10-ның минус 8-і, и бөлеміз тағы да 3-ке. Қанша шығады? Просто сан мәндерімен не істей салайық. И осыны сағатқа айналдыруымыз керек. 3600-ге бөлеміз, е. Сонда 1/100-ден 5 дейді. То есть жауап бізде болады сонда Б. 1/100-ден 5 сағат. 11-ші сұрақ. Интерференцияның минимум шарты дейді. Еркежан? А, Интерференция деген не еді? это когда қабаттасу ма? Мгм. Жоқ па? Екі толқын көзден шыққан толқындардың бір-бірімен қабаттасқан кезде беретін несі? Либо екеуі бізде максимум шарты деген бар, мысалға. Екі толқын жоғары көтеріліп келе жатып соқтығысатын болса, олардың амплитудасы артады одан сайын. Ал бір толқын көтеріліп келе жатып, екінші толқын төмен түсіп келе жатып соқтығысқан кезде екеуі бір-бірін жойып жібереді. Сондай бөліктерде толқын бізде болмайды. Минимум деген осыны білдіреді. Ол минимум шарты бізде максимум шарты просто к лямбда десек болады. Мгм. Немесе к лямбда, 2к лямбда бөлу 2 деген, а деген сияқты. Бұл максимум шарты бізде. Ал минимум шарты к деген тақсан болу керек. Тақсан шығару үшін 2к плюс 1 дейді да, лямбда бөлу 2 деп жазады. Осы бізде тақсан емес, андай бөлшек сан болу керек. Сол үшін 2к плюс 1 деген бізде тақсан болады. Тақсанды 2-ге бөлсек бізде бөлшек сан шығады, иә. Келесі 12-ші сұрақ, Амина. Жиілігі бар, уақыты бар, тербеліс санын жаз дейді. Жиіліктің формуласы бізде? Жиілік дегеніміз формуласы? Уақыт, жоқ, тербеліс саны бөлінген уақыт. Мгм. Осыдан n табуымыз керек. N-ді табу үшін екеуін көбейтеміз, е. Минутты секундқа айналдырамыз. Онда бізде жауап 600 деген болады, е. Мгм. 13-ші сұрақ. Егер бөлшектің релятивистік массасы тыныштық массасынан 2 есе артық болса, бөлшектің жылдамдығы қандай болады дейді. M дегеніміз 2m0-ға тең дейді. Аяулым, формула қалай массаның, релятивистік массаның? Масса тең болады, масса нолевой, Мгм. бөлінген түбірасты, бір азайтылған, в бөлінген с. И ол квадрат болады екеуі. Мгм. Осы жерден бізде m0 мен n0 қысқарады. 2 мен мынаның орнын ауыстыратын болсақ, и квадраттайық, екі жағын. Сол кезде 1 минус v квадрат бөлу c квадрат деген 4-тен 1-ге тең болады. Осы жерде v-ны табатын болсақ, сразу жазсақ болады. 1-ден 4-тен 1-ді азайтамыз. 4-тен 3 болады, е, c квадрат. И v-ны табу үшін түбір астын аламыз. Сол кезде түбір асты 3 бөлінген 2 деген жауап болады, е, c деген. Келесі 14-ші сұрақ. Заттың қатты күйден сұйық газ күйіне өту процесі қалай аталады Сублимация. дейді. Сублимация, е. Так, біз тест центрден шығып кетіппіз. Тест центрден шығып кетіппіз, е. Ладно. Келесі 15-ші сұрақ. Абсолют қара дененің интегралдық энергетикалық жарқырауы абсолют температураның қанша дәрежесіне тең болады дейді. Энергетикалық жарқырауы ол бізде R-ді білдіреді. 4 па? Т-ның 4 дәрежесі. То есть Ол температураның тура пропорционал, да. 4-ші дәрежесіне тура пропорционал болады. 16-ші сұрақ. Косинус заңдылығымен тербелетін 8 секундта 4 тербеліс жасайтын материалдық нүктенің ең шеткі ығысуларының арақашықтығы 80 сантиметр болса, тербеліс басталғаннан кейін 0,5 секунд уақыт мезетіндегі жылдамдығының модулі. Біз бірінші x-ін теңдеуін жазуымыз керек. X тең болады қандай? Теңдеу, тербеліс теңдеуі. X0. Аха. X max. X max, max'ымыз да. қанша болады бізде? Берілгенінен 0,8. 0,8 ба? Жоқ бола ма ағай? Ең шеткі 0,4. ығысуларының арақашықтығы 80 болса,
амплитудасы 40 сантиметр болады, иә, 0,4. То есть, былай дене тербелген кезде, мынау тепеден тіккейі болса, мынау мен мынаның арасы. Мына екеуінің арасы бізде 80 сантиметр дейді. То есть, амплитудасы бізде мынауы, біреуі. Біз екіге бөлеміз. Косинус заңдылығымен дейді. X max көбейтілген косинус омега т, иә. Омега деген 2π бөлінген период. Периодым қаншаға тең? 8 секундта 4 тербеліс жасайды дейді. 2-ге тең и т дейміз, иә. Косинус pt деген болады. Енді жылдамдығының модулін тап дейді. 0,5 секундтан кейін олай болса, мен одан туынды аламын. Туынды алған кезде не шығады алдына? Омега. Омега. Омега, то есть тының алдындағы нәрсе шығады, ол бізде пи просто, иә. И косинусымыз синусқа айналады. Синус pt. Енді тының орнына бізде 0,5 секунд дейді. То есть 0,5 секунд 2-ден 1. Сонда синус пи бөлінген 2 неге тең? 1-ге. 1-ге тең, иә, синус 90 градус. Олай болса, жылдамдықтың мәні 0,4-ті пиға көбейтеміз. Ол бізде c деген жауап болады, иә. Келесі, 17-ші сұрақ. Сұрақтар болса сұрап отырайық сразу. 17-ші сұрақ. Су түбінен көтерілген ауа көпіршігіне әсер ететін Архимед күші. Процесс изотермалы дейді. Так, Амина? Артады. Артады. Не себепті? Өйткені судың бетіне шыққан сайын көпіршіктің тоже көлемі артып отырады ғой. Поэтому көлем артады. Архимед күші көлемге тәуелді, иә, сол себепті Архимед күші де артады. 18-ші сұрақ. Бағыттарына сразу қарай салайық. 4 түрлі бағыт, мәнін есептемей ақ қояйық. Сол қол ережесімен дейміз, иә. Бізде бөлшек BVQ. 4 саусақты аламыз. Бірінші B-ның бағытында аламыз. 4 саусағымызды. B бізде қайда бағытталған? Бізге қарай. Бізге қарай бағытталған. Значит, мен 4 саусақты алып бізге қарай ұстаймын. Бізге қарай ұстағанда қалай ұстаймын? Былай ма, оны ұстау үшін мен 4 саусақты қайда бағыттауым керек? В-ның бағытында бағыттауым керек. Жылдамдықтың бағытымен. То есть, былай, иә. Маған қарап тұрады, былай, иә. Себебі жылдамдық былай қарата кету керек. Оңға қарата. Қарап отырған кезде. Сонда бас бармақтың бағыты менде ненің бағытын білдіреді? Күштің бағытын білдіреді. Ол менде төмен қарата бағытталған. Қалған мәндерін есептемей ақ қояйық. Сразу біз c деп айта берсек болады, мәнін есептемей ақ. Себебі бағыттар төртеуі 4 түрлі. 19-ші сұрақ. Ең үлкен жиіліктегі электромагниттік толқын? Аяулым. Арекург бойынша қарайтын болсақ, жиілігі гамма сөйлемі? Гамма болады, гаммадан кейін рентген кетеді, рентгеннен кейін ультрафиолет кетеді, көрінетін кетеді, инфра, потом барып радио толқын кетеді. 20-ші сұрақ. Ұзындығы берілген, кедергісі бар, меншікті кедергісі бар, ауданын тап дейді. Қылан формула қалай болады? Кедергінің формуласы. Естілмей қалды. Аудиосы шығып тұрған сияқты. Ро, L бөлінген S, біз осы жерден S табуымыз керек. Біз Ро L-ді бөлеміз R-ге. Ол бізде қанша? 2-де 8, 10-ның минус 8-і, көбейтеміз ұзындыққа. 10-ның минус 3-і, плюс 3-і, то есть бөлеміз 17-де 5. Так, скорее всего, 4 деген шығатын шығар, иә. 2-де 8-ді 2 жарымға көбейтеміз, бөлеміз 17-де 5-ке. 0,4 деген шығып тұр, иә. 0,4 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі метр квадрат. Бұны айналдыратын болсақ, қай жауап дұрыс болады? 4 сантиметр, 4 миллиметр квадрат. 4, 10-ның минус 6-сы, ол бізде миллиметр квадрат деген шығады, иә. 21-ші сұрақ. Кобальттың ыдырау периоды бар дейді. Тағы да дәл жаңағыдай. 144-ті мен тәулік 144-ті 72-ке бөлем, 2 шығады, иә. 2-ның минус 2 дәрежесі ол қанша? 4-тен 1.
жүзді төртке бөлем, былай айтқан кезде 25 10. грамм деген м, шығады, иә. Жүзді төртке бөлетін болсақ. Келесі 22-ші сұрақ. Магнит индукциясы берілген. Мына есеп жақындата алайық. Көбірек орын керек болады бізге. Индукция векторы берілген. Б тең 0,1 Тесла дейді. Магнит өрісі күш сызықтарында орналасқан әрбір қабырғасының ұзындығы 6 сантиметр дейді. Кедергісі 10 Ом болатын квадраттан тең қабырғалы үшбұрыш жасайды дейді, сол сымнан. Мынандай бізде бір квадрат бар, қабырғасы 6 сантиметр, осыдан тең қабырғалы үшбұрыш жасайды. И сол кезде зарядтың мөлшерін тап дейді. Сымның көлденең қимасы арқылы тасымалданатын заряд. Біз электромагниттік индукция заңын осы апта өттік. Негізі өттік дегенде берілген, иә. Егер оқыған болсаңыздар, теорияны бізде электромагниттік индукция заңы бар. Электр өрісі магнит өрісін тудырады, магнит өрісі электр өрісін тудырады. Енді бізде белгілі бір өткізгіштен қай кезде тоқ жүреді? Қай кезде тоқ жүреді? Оқығандар бар ма? Или немесе білетіндер? Магнит өрісінде қай уақытта тоқ пайда болады? Кім айтады? Қандай кездерде? Электр қозғаушы күшінің формуласы бар. Электромагниттік индукция заңы бойынша. Формуласы қалай? БВЛ ма? Жоқ, басқасы. Электромагниттік индукция заңы болған кезде. Мен оны оқымадым әлі. Дельта F бөлінген дельта Т деген, иә. Дельта фи. Дельта фи деген магнит ағыны. Магнит ағынының формуласы қандай бізде? БС БС. косинус альфа, иә. Косинус альфа. Бөлінген дельта Т. Біз осы жерден қарап айта аламыз. Егер белгілі бір уақыт ішінде, то есть бөлінген дельта Т, белгілі бір уақыт ішінде менде магнит өрісі өзгеретін болса, то есть менде белгілі бір аудан бар, допустим, айталық, менде бір кітап бар, иә. Мына кітап. Егер белгілі бір уақыт ішінде осы кітаптың бетін тесіп өтетін магнит ағыны өзгеретін болса, то есть магнит өрісі өзгеретін болса, онда бұл өткізгіш болатын болса, мына кітаптан тоқ жүреді деп айтылады. Немесе екінші нәрсе, аудан өзгереді. Мына жерде менде магнит ағыны, магнит өрісі тұрақты, бірақ мен кітаптың ауданын өзгертем. Мысалға, осы кітапқа магнит өрісі кіріп жататын болса, мен мысалы кітапты былай қарата бұрам. Бұрған кезде магнит өрісі тесіп өтетін менде аудан өзгереді ғой. Бастапқыда мынандай аудан болды, мен бұрған кезде аудан өзгеріп кетті. Аудан өзгеретін болса, онда тоже электр өріс пайда болды, то есть тоқ пайда болады менде. Бұл неде? Мынаны өткізгіш деп қарастыратын болсам. Демек, менде магнит өрісінде тоқ болу үшін магнит өрісі өзгеру керек, немесе магнит өрісі тесіп өтетін ауданның шамасы өзгеру керек. Сол кезде менде тоқ пайда болады. Енді біздің жағдайымызда аудан өзгереді. Иә? Қабырғасы 6 сантиметр болса, үшбұрыштың қабырғасы қандай болады? Мен мынадан үшбұрыш жасайтын болсам, квадраттан 8 сантиметр. 8 болады, иә. Қабырғасы 6 сантиметрден периметрін табам, 24 сантиметр. Демек, 24 сантиметрді мына 3-ке бөлем, әрқайсысы 8 сантиметрден болады, иә. Енді ауданның өзгерісін мына формулаға салам. Мына формулаға салған кезде, мына электр қозғаушы күші менде кернеу деп алатын болсам, IR деген болады, иә. Соны дельта Т мен R-дің орнын ауыстыратын болсам, I-ды дельта Т-ға көбейтсем, Q болады менде, иә. То есть дельта BS косинус альфа бөлінген R деген формула шығады. Менде B өзгермейді, дельта S өзгереді. Получается, мен ауданның өзгерісін алам. Шеңбердің ненің ауданы менде 36 болады, иә, 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат. Тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын қалай табатын едік? Аты бұрыс 3 бөлі 4. Квадраты бар, иә. Иә. А квадрат бұрыс 3 бөлу 4. 8-дің квадраты 64. 64-ті 4-ке бөлем. 16. 16 бұрыс 3. 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат. Енді осы орнына қоям, мына жерге. Орнына қойған кезде енді аудандарын азайтам. Магнит өрісі бар. Магнит өрісі 0,1 дейді. Аудандарын азайтам. 16 түбірасты 3 деген ол менде қанша? 1,73-ке көбейтем.
27. Азайтам 36-ны. 8-де 32. 10-ның минус 4 дәрежесі бөлемін 10-ға. Сонда жауап қандай шығайын деп тұр? Д деген жауап 8-де шығайын деп тұр, е? 32 8-де көбейту 10 32. минус 6 дәрежесі. Д деген жауап шығады. Түсінікті ма бұл есеп? Иә. Сұрақтар болса сұрайық. Сұрақ жоқ болса жалғастырайық ары қарата. 23-ші сұрақ. Бір атомды идеал газдың қысымы 30%-ға кемейді, көлемі 20%-ға артады. Ішкі энергиясы. Ішкі энергияның формуласы жаңа бір атомда оқыңыз 2-ден 3 нью р дельта Т болды, иә? Ал нью р дельта Т дегенім Менделеев Клайпейрон бойынша дельта ПБ деп айта аламын, иә? Екеуіне де тура пропорционал. Қысым 30%-ға кемісе қанша пайыз болып қалады? 70. 70% болып қалады, иә? 0,7. Оны көбейтем қаншаға? 1-2-ге. 1,2-ге, иә? 20%-ға артады. Ол менде 1-2, екеуін көбейтем. 0,84. Бұл не деген сөз? 16%-ға кемейді. То есть ішкі энергия бастапқысына салыстырған кезде менде 0,84 бөлігі қалады. То есть 16%-ға кемейді деген сөз. 24. Айнымалы тоқ тізбегінде резонанстың пайда болу шарты дейді. Резонанс пайда болу үшін қандай шарт орындалу керек? Тең болу керек па? XL мен XC бір-біріне тең болу керек. Жалпы толық кедергінің формуласы қалай бізде? Z-тің білетіндер бар ма? Ана Пифагормен шығарылатын, иә? Пифагормен шығарылады. R квадрат плюс Жақша ішінде XL минус XS квадрат. сыртында квадрат. Осының барлығы түбір астында, иә? Пифагор бойынша кетеді. Осылай да көрсетсек болады. Бұлай. Мынау менде R болатын болса, біреу XL, біреу XC болады. Визуальны түрде не болу үшін. Бізде кернеу мен тоқ күші біреуінде XL-ді пи бөлінген 2-ге артады, алдыда жүреді, XC-да пи бөлінген 2-ге артта жүреді. Получается, екеуінің периодтары бір-біріне қарама-қарсы, біз сол себепті мына екеуін бір-біріне азайтамыз. Екеу бір-біріне тең болатын болса, онда мынау жойылып кетеді, мына бөлік 0, иә? Сонда Z пен R бір-біріне тең болады деген сөз, иә? Түсінікті ғой? Келесі 25-ші сұрақ. Денелер суретте көрсетілгенде абсолют серпімді соқтығысады. Энергияның өзгерісі. Серпімсіз болған кезде бізде белгілі бір энергия ішкі энергияға айналып кетеді, иә? Энергияның сақталу заңы орындалмайды. Сол себепті бірінші дененің энергиясы, екінші дененің энергиясы тең болады. Екеуі серпімсіз соқтығысқаннан кейінгі энергия плюс бөлінген жылу мөлшері. Немесе кинетикалық энергияның өзгерісі осы бізде. Ол үшін бірінші мен соқтығыстан кейінгі жылдамдықты табуым керек, жалпы жылдамдықты. Ол үшін не істеймін? Кімде қандай идея бар? Пифагорға саламыз. Пифагорға саламыз. Пифагорға салған кезде не істейміз? Қалай Пифагорға саламыз? Масса мен жылдамдықты ма? Или көбейтіп? Құлан дауыс дұрыс естілмей қалып тұр. Масса мен жылдамдықты көбейтеміз. Импульстерді саламыз, е? Бізде мына екеуі 90 градусқа арасы. Сол себепті біз мына біріншінің импульсы бар, екіншінің импульсы бар. Мынау жалпы бір соқтығыстан кейінгі импульс десек. Пифагорға саламыз. Пифагорға салғанда P1-дің квадраты қосылған P2-ның квадраты тең P'-дің квадраты деп айта аламыз. 90 градус болғаны үшін. Енді екеуінің де импульсы қаншадан? P1 менде 12-ге тең, P2 тоже 12-ге тең, е? Демек, P' неге тең болады? Катеттер бірдей болатын болса, 12 түбір асты 2. 12 түбір асты 2. Бұл менде M1 плюс M2 көбейтілген V дегенді білдіреді, е? V2 12 түбір асты 2 бөлінген 7 деген сөз, е? Массалар қосылады. Сөйтіп енді энергияларын табамыз. Біріншінің энергиясы қандай болады? 3 көбейту 4-тің квадраты бөлу 2. Бұл менде 24-ті береді, е? 4 көбейту 3-тің квадраты бөлу 2. Бұл менде 18-ді береді, е?
Демек 18-ге 24-ті қосамыз и тең болады Е. Олардың импульсын табу үшін не істейміз? Масса 7, 7-ні v квадратқа көбейтеміз. V квадрат деген 12 көбейту 12, түбір астынан 2 шығады. 7-нің квадраты 49. Шамамен 42 деген шығады. Дұрыс па? Что-то не толық қалды ма? Бөлу екісі бар тағы. 20-да 6. 20-да 6 дейді. Қосылған Q. То есть мен Q-ді табуым керек. 42-ден азайтамын 20-да 6-ны. Сонда 21,4 деген шығады, иә. Мына жерде джоуль болу керек. Барлығында джоульдар қалып қойыпты. Түсінікті ғой, 25. Иә. Келесі 26. График берілген. Кедергісі 5 ом дейді резистордың. 5 секундта резисторда бөлінетін жылу мөлшері қанша болады? Графиктен 100. 100 болады, иә. 60 джоуль қанша секундта бөлінеді дейді. 27-ші сұрақ. 3 секунд. 3 секундта, иә. Тізбектің қуатын тап дейді. Қуатын табу үшін не істеймін? Q-ді тыға бөлеміз. Q-ді тыға бөлем. Любой мына 40 ала салайын. 40 ол менде 2. 20 болады. Қуаты табу үшін Q бөлу Т немесе A бөлу Т, иә. 20 болады. Тізбектегі тоқ күші дейді. Қуаты 20-ға тең. Қуат менде I квадрат R-ге тең, иә. R менде 5-ке тең. Берілгенде айтылған. 4, значит, I-дың өзі 2-ке тең. И соңғы сұрақ. Резисторда 5 минут 15 секундта бөлінетін жылу массасы 150 грамм суға берілсе, судың температурасының өзгерісі дейді. I квадрат R-тыны мен теңестіруім керек CM дельта Т-ға. Өшелен дельта Т-ны табамыз. I квадрат R-ты I деген жаңа 2 болды. 2-нің квадраты 4, кедергісі 5. 5 минут 15 секунд деген ол менде қанша секунд? 315. 315. Осыны бөлемін CM-ге. C менде 4200, массасы 0,15. Сонда судың температурасының өзгерісі 10 градус. Келесі 31. Элементар бөлшектерді тіркейтін құрылғыларды жұмыс істеу принциппен сәйкестендіріңіз. Вилсон камерасы. Вилсон камерасы деген ол менде қаныққан буға байланысты. То есть жауап С болады. Ал Гейгер санағышы деген ол менде мына солғын разрядқа қатысты. То есть сиретілген газ иондануыны барысында болатын ток импульсіне негізделген. То есть осы арқылы менде элементар бөлшектерді тіркейтін құрылғылар. Келесі 32. Төменде берілген шарттардағы мәндері мен ауаның түсіретін қысымын сәйкестендіріңіз дейді. Массасы 3 грамм, көлемі 0,5, жылдамдығы 500 болатын болса, қабырғасынан түсірілетін қысым дейді. Қысымның формуласы қалай болады бұл жерде? Үштен бір ро в квадрат. Ро в квадрат, М бөлу в квадрат. Орнына қоямыз. Массасы 3 грамм, жылдамдық 500. И оны бөлеміз көлемге. 0,5 бөлем 3-ке. 500 кило паскаль деген шығады. Екінші сұрағы. Тығыздығы 6-ға тең, температурасы осынша болса, түсірілетін қысым тап дейді. Тығыздығы арқылы қандай формула бар еді қысымның? Неше температурасы бар? Абсолют тығыздықтың формуласы бар ғой бізде. Сол кезде формула қалай еді? Абсолют тығыздықтың. Амина? Абсолют тығыздық болғандағы ананы П тең ро РТ бөлінген малярлық массамен тапсақ болмай ма? Содан шығады,
PM RT, то есть осы жерден қысымды табамыз. Rho RT бөлінген мольдік масса. Тығыздығы менде берілген 6 дейді. R-ім 8,31, температура 27 градус деген ол менде 300, е. 300. Ауаның мольдік массасы берілгенінде тұр мына жерде 1029 дейді. Ол кезде 515-8 килопаскаль деген шығады, е. Келесі 33. Магнит ағыны бар. Контур арқылы өтетін магнит ағыны осыншаға өзгерген кезде электр қозғаушы күшін уақыттармен сәйкестендіріңіз дейді. Электр қозғаушы күші бағана жаздық. Дельта фи бөлінген дельта т формуламыз. Дельта фи нешеге тең бізде? 37-тен 16-ға дейін өзгереді дейді. Бұл менде қанша? 21. 21, е. Егер мынау 7 вольт болатын болса, уақыты 3 секунд болады, е. Ан жақта 7 болады. 3 вольт болатын болса, уақыты 7 секунд болады. Бұл біздің осы аптадағы апталық неміз ғой, тақырыптық тестімізде осындай дүниелерді өтеміз негізі, осы аптаның тақырыбында. Келесі 34. Суретте түзу бойымен қозғалған А және Б денелерінің координаталарының уақытқа тәуелді графигі берілген. Тұжырымдардың дұрыстарын табуымыз керек. Бірінші сұрақ Б денесіне қатысты дейді. Б денесінің несі бізде парабола, тармақтары төмен қараған. А мен Б денелер тең үдемелі дейді. Бұл менде дұрыс емес. Б денесі бастапқы координатасына 10 секундта қайтып келеді дейді. Дұрыс па? Дұрыс болады, е? Минус 20-дан бастайды. Минус 20-ға қайтып келеді 10 секундтың ішінде. Жауап сонда бірінші жауап Б болады. Екінші А денесіне қатысты Е мен Ф-ті алып тастаймыз. G-ді алып тастаймыз, е? Себебі А денесі бізде бір қалыпты қозғалады. Демек просто H болады жауабы, е? H болады. 35. Бастапқы жылдамдықсыз 45 метр биіктіктен құлаған массасы 4 килограмм дененің уақытқа байланысты кинетикалық энергиясын сәйкестендіріңіз дейді. mv квадрат бөлу 2, е? Еркін құласа жылдамдық 3 секундтан кейін қанша болады? 30 болады. 30 болады, е? G-ға көбейте береміз сразу. 30-дің квадраты бөлу 2 дейміз. Ал астында 20-ның квадраты бөлу 2 дейміз, е? 2 секундтан кейін. Демек 2-ні мен 900-ге көбейтем. 1,8 килоджоуль деген шығады. 2-ні 400-ге көбейтем. 800 деген жауап шығады, е? Келесі 36-шы сұрақ. Күштер туралы дұрыс тұжырымды тап дейді. Бірінші, ол менде қандай күш? Этот реакция. Реакция күші. Значит, Е деген жауап болады, е? Біріншісі. 2 это икелес күші. 2 ол үйкеліс күші. Үшіншісі? 3 ауырлық. Ауырлық күші. Сонда Д, Е, Ф деген жауап болады бізде, е? 27. Толқын ұзындығы 2-4 метр, дыбыс толқынның таралу бағытында бір-бірінен 30 см қашықта орналасқан нүктелердің фаза ығысуы дейді. Бізде фазалар айырмасы деген нәрсе бар, формуласы бар осының. Кім біледі? Білетіндер бар ма? 2πl деген ба? Бөлілем бұда? Или ондай жоқ? 2π дельта L бөлу лямбда. бөлінемеді. Осының орнына қоямыз. 2π дельта деген ол менде бір-біріне орналасқан қашықтық, осы арасы. 0 ше. Бөлеміз 2-4-ке. 2-мен қысқартсақ 1-2, мұнаумен қысқартсақ 4-тен береміз. Пи бөлу 4 немесе қанша градус? 45. 45 градус. 38. Өткізгіштерді параллель жалғаған кезде орындалатын қатынастар. Кернеу тұрақты болады. Кернеу тұрақты. F. Бір бөлінген R деген. Бір бөлінген R деген. ИЦ. Тоқ күштері қосылады.
39. Қалыпты жағдайдағы баллондағы қысымның температурасы 40%-ға артса, газдың қысымы қалай өзгереді? 40 196 есе бірде артады. 4 есе артады. Формуласын бірінші яғни айтып жіберейік. Қандай формулаға саламыз? НКТ. P тең НКТ десек болады, немесе Менделеев Клапейрон, разница жоқ. Главное, P мен T бір-біріне тура пропорционал, иә? Тура пропорционал. 40%-ға артса, тоже 40%-ға артады, немесе Бірде бірде 4 есе. 4 есе артады. 40% болады. 40-шы сұрақ. Жинағыш линзаның фокус аралығы 30 см, нәрсе линзадан 10 см қашықтықта тұрса, нәрсенің биіктігі 5 болса, алынған кескіннің биіктігі. Бұл бізде Г арқылы табамыз, иә? Сызықтық ұлғаю деген. Ол менде кішкентай F-тің кішкентай H-қа қатынасы, H-нес D-ға қатынасы, немесе үлкен H-тың кішкентай H-қа қатынасы. То есть мен бірінші кішкентай F-ті тауып алуым керек. Ол үшін жұқа линзаның формуласын қолданамын. Қандай болады формуласы жұқа линзаның? Біз оптикадағы бір формула бар еді ғой. 1 бөлінген F деген бар. Аха. 1 бөлінген тең болады 1 бөлінген D плюс минус 1 бөлінген F. Жинағыш линза менде 1 бөлінген F-тің алдын плюспен алам. 1 бөлінген 30 тең 1 бөлінген 10. Мына жерде мен пока білмеймін плюс па, минус па. Сол үшін просто плюспен жаза берем. 1 бөлінген F-ті табамыз. Ол 1 бөлінген 30 азайтылған 1 бөлінген 10. 3-тен берем. Минус 1 бөлінген 15 болады, иә? Енді мына формулаға салам, сызықтық ұлғаюының. То есть F менде кішкентай F 15-ке тең, мынау 10-ға тең. Мына минус деген нені білдіреді? Кім айтады? Минуспен шығып тұр ғой менде. Ана емес па? Линзаның түрін жоқ. Линзаның түрін ол мына 1 бөлінген F анықтайды. Жинағыш линза Ага. болған үшін Бір жақта жата ма? плюс дейміз. Минус болады егер шашыратқыш линза болса. Мына жерде плюс болады, минус болады, бізде кескін жалған болатын болса. То есть мына минус шығып тұрған нәрсе менің кескінім жалған болады деген сөз. Бірақ мына жерге қойған кезде ол плюс минусына қарамаймыз, просто жалған дегенді білдіреді. Сол үшін орнына модулін қоямыз. 15 бөлінген 10 тең болады кескіннің биіктігін бөлемін нәрсенің биіктігіне. То есть 75-ті бөлемін 10-ға. 7,5 сантиметр. Сантиметр. Бұнда жауап болады менде. F, А, D, еді. I, D. А болады. Осылай бір нұсқаны талдап шығамыз. Сұрақтар қалай, жақсы ма? Қиын емес па? Нормально. Қиын емес, е? Нұсқаны көбірек талдасақ, негізі өзімізге пайдалы. То есть бір жағынан скорость қосылады, бір жағынан алдағы өтпеген тақырыптарды жайлап не істей береміз. Өте береміз и плюс өткен тақырыптарды қайталап отырамыз. Сол себепті нұсқа талдаудан шаршамайық. Сұрақтар? Жалпы бар ма? Жоқ.